қайта берейін. Үй тапсырмасын орындап бердің ғой. Білесің ғой, осындай жерлерді жақсы көрмейтінімді. Таяқ жегің келіп тұр ма? Жоқ. Маған ананы берші. Кішкене жатса, грушаны сойсын, сосын бозатам. Болды. Керек емес, а? Жоқ, маған психологымыз керек деген. Қайтыраш апайдың өшімді алдым, енді Магипа апайдың суретінде. Макош, шынымен көмектесе ма? Тоқтанға үшке шығарғаным үшін. Психологым айтқандай-ақ жеңіл жеп қалдым. Енді Зәмзәгүл апайдың суретінде. Не, ата-ананы шақырттым деп мәзір тұрсың да? Қараш күйінде тұрғанын алдынадан кейін жүрген екенсің. Рахатай, кішкене демалып алайын. Суым қайда? Не саған қол бала емесмін. Күшің көп болғанын ұра бересің бе? Ей, әкел қолбағымды. Қазір 1 минут. Шынымен де жеңілденіп қалады екенсің. Төрт өңгірде бәрі таза. Барлығын дұрыстап қарадыңдар ма? Я, таза дедің ғой. Қабылданды. Сақ болыңдар. Көшектің сыйлығын күтіп тұрмын. Сен де сыйлық жолға шықты. Әлди көкесін, ұйықтай қойшы көкесін. Әлди көкесін, ұйықтай қойшы көкесін. Әлди. Қандай сүйкімді бөпек! Мынау нес? Басқа ештеңе ойлап таппадың ба? Енді бөпе сияқты мияулайды ғой. Жарайды. Әлди бөпесі. Күшіктің сыйлығы менде.
Апай? Ай, Ақылбек қызы Пәтима, сенен мұндайды күтпеп едім. Апай, бұл жай ғана шұжық қой. Білемен сендердің жай ғана шұжықтарыңды. Үй жұмысын қашанға дейін осылай бір-бірінен көшіріп жүресіңдер? Сабақты неге өздерін оқымайсыңдар, а? Мен Сапаргүл Түлкібай қызы, мені әлі ешкім үйтіп алдай алмаған. Пәтима, келесі жолы үй тапсырмасын WhatsApp-тан жіберші, конфетіңді мектепте берем. Марлен, бұл, қалма. Мен сендерге айттым, қыдырған кезде гаджет ұстама дедім. Бар, әніңді алып кеш. Яқ, мен. Неғып мен. Өйткені сен ағасысың, оның үстіне мен асырғанаққа қалай сия мұна түрмен. Өзіңде логика қайда? Бар. Мәскеудің кесіпке түсті. Қандай адамсың? Інімді құтқара алмай жүрсем видеоға түсіріп жатырсыздар. Сәлеметсіз бе? Сәлем. Әкең үйде ме? Я, үйде.
Bala қайда кетті? Көке! 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 Балақай, қайда жүрсің? 30 минуттан бері қоңырауды басып тұрмын. Ешкім жауап бермейді. Әкең қайда, өзі үйде ме? Менің әкем үйде. Бірақ мен мұнда тұрмаймын. Тұрмаймын? Алиюша, қызым, мен келдім. Қызым, мына сөмкелерді ас үйге апаршы. Неге үндемейсің? Қызыл помадамен боядым. Егер осы бейнеролик ұнаса, любым басып, менің арныма жазыңыздар. Сондай-ақ алдыңғы уақытта мене қандай бейнеролик өтетіндеріңізді пікір жазып қалдырсаңыздар болады. Сау болыңыздар. Алиюша, қызым, мен кіргенімді естімедің бе? Не істеп тұрсың? Жүр, сөмкелерді реттеуге көмектес. Үйде күні бойы отырып, қайдағы жоқпен айналысасың? Ой, мам, сіз үшін ол қайдағы жоқ дүние шығар. Бірақ мен бьюти-блогермін. Өзімнің оқырмандарым үшін видеоролик түсіремін. Олар маған түсір дейді, мен түсіремін. Халық күтіп отырады ғой. Интернет өшірмей тұрғанда жүр ас үйге, көмектес. Пайдасы жоқ нәрсемен айналыспай. Пайда бар. Алиюша, бет әрлеуің керемет, өте кеміс. Бірақ мен сенің тамақ жасап жатқаныңды бейнеролик ретінде түсіргеніңді қалаймын. Әрине, егер қолыңнан келсе. Мынау оқырманнан келді анашым. Енді олар менің видео рецепт түсіргенімді қалайды. Бірақ мен тамақ жасай алмаймын ғой. Оның қандай қиындығы бар? Қаласаң қазір түсір. Азық-түліктің бәрі бар ғой. Ал мен саған тез әрі дәмді қалай жасау керек екенін көрсетемін. Иә, әрине қалаймын. Қанша қалай болатынын елестетті.
Бәріне сәлем. Мен бүгін тамақ қалай жасайтынын көрсетемін. Міне, енді пайдасы бар.